Қазақ-түрік лицейі 1994 ашылған лицей. Қазір облыстағы мамандандырылған мектептер қатарына кіреді. 2017 жылы білім инновация лицейі атын ауыстырды. Заманауи мектеп жобасы бойынша лицейдің бүкіл есіктері, қабырғалары, лампылар бәрі ауысты. Сонымен қатар лицейдің құралдары да ауысты. Өткен жылы әкелер кеңесін ресми түрде құрған болатынбыз. Қазір 30 әке мүшесі бар. Бізде ер балалар оқығаннан кейін әкелердің белсенділігін арттыру мақсатында біздің әкелер қазір әрдайым оқу процесінде, тәрбие процесінде жүр. 35 мұғалім, 11 жас маман. Қарай жаңа құрылған орталарыңыз, ғимараттарыңыз жөнделуден өтті. Білім алуға жағдай жасалынды ба? Иә. Өз мамандықтарыңызды таңдадыңыздар ма? Иә. Қай жаққа барасыңдар? Медицина. Медицина? Иә. Бізде дәрігерлер тапшылығы бар. Әскери. Ол да керемет. Мамандықтардың атласы іске қосылды ма? Біз қазір 3 мамандыққа қатты көңіл бөліп жатырмыз. Бірі техникалық пәнді, сосын IT мамандығы және мұғалімдік. Көп мектептерде мамандықтарды 11 класста бастаймыз. Біз ол процесті 9 сыныпта бастаймыз. 9 класста Ертерек бастау керек деп. Өткен жылы 50 түлегіміздің 15 IT саласынан түсті. Қай жақтан келдіңіздер? Железинкидан. Павлодар. Ақсу. Интернатты бітіргеннен кейін қай жаққа барасыздар? Болашақ мақсатым Көкшетау техникалық институтқа түсу. Жастар кабинеті Павлодар облысында ең бірінші ашылған кабинет осы. Помимо наших детей занимаются еще все руководители военно-патриотических клубов области. Сколько у нас клубов? 276 по области. Особенность нашей лаборатории – это вот беспилотные летательные аппараты, где дети у нас сами собирают. Жинап, зерттеп, және оларды бағдарламауға үйренеміз. На роботе установлен манипулятор. Манипулятор работает через 2 двигателя. Со дня основания школы, у нас секция бокса культивируется здесь. И вот ежегодно призеры городских, республиканских турниров, международные есть. 8 кандидатов в мастера спорта выпустили. Ауылдағы балалардың саны қанша? Ауылда 50% ауылдың балалары бізде.